Сәлем достар, Шақыру дизайн каналына қайта қауышқанымызға қуаныштымын. Бүгін біздің екінші сабағымыз. Бұл видеода қыз баланың 1 жасына арналған өте нәзік акварель стиліндегі сүйкімді қоян дизайнымен видео шақыру жасаймыз. Мұндай алтын жақтауы бар гүлдермен көмкерілген эстетикалық шақырулар қазір өте үлкен сұранысқа ие. Біз оны Canva бағдарламасында қадам-қадаммен жинап шығамыз. Ендеше каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Осылай элементтердің ішіне кіріп, өзімізге керекті персонаждарды таңдаймыз. Жалпы Canva'да көптеген персонаждар бар. Мишка, там қоян, барлығы табуға болады Canva'ның элементінің ішінен. Мына жерде мен қоянды көріп жатырмын. Қоянға сай арка деп іздейміз. Арка абал деп. Бұл жерде де әртүрлі фигуралар бар. Canva'да соның барлығын қарап, өзіңізге ұнағанын таңдап, айман қарай шақыру жасай бересіздер. Canva'ның бір жақсы жері, барлық элементтері өзінің ішінде болады. Мына жерде мен алтын түсті арканы таңдайтын болам. Осылай созып аламыз. Қойып, слойға барып, қоянды үстіне қарай шығарамыз. Арканың осы кезде астына түсіп кетті қоян. Сондықтан жоғарысына шығарамыз. Астыңғы жағында плюсик тұрған жер бостау тұр, сондықтан біз оған ақ фон қойып аламыз. Осылай керек жерімізге жылжытып қоятын боламыз. Енді цветочка жоғары жағына гүл қойғым келіп тұр, бір элемент ретінде. Осы гүлдерді қараймыз. Мысалға гүл қоянның қолындағы гүлге ұқсайды екен. Сондықтан үйлеседі-ау деп осы гүлді алып жатырмын. Тек ақ фон қаласаңыздар, осына ғана қоя-қоюларыңызға болады. Бірақ мен андай бір әдемі көрінетіндей фон таңдағым келіп тұр. Сондықтан фон жемчуг деп іздеп көреміз. Міне, мен графиктің ішінен емес, видеоның ішінен алып жатырмын. Видеоны да осылай қоюға болады. Өзімізге керек размерде қырқып тастаймыз, разделить дегенді басып. Осы видеоны прозрачный азайтып аламыз. Прозрачный 35-ке қойдым. Міне осы кезде әдемі көрініп тұр. Енді видеоны қысқартамыз. Бізге алғашқы бет, қыздың есімі жазылатын бет бір 5 минут болса, 6 минут болса жарайды. Тек есіммен жасын сондайын жазып қоятын болсақ. Ал егер алғашқы бетін өлең сондай қоятын болсаңыздар, ол кезде ұзақтау етіп жасауға болады. Маған, принципе, 5 секундтай жетеді. 5 секунд қылып қойып аламыз. Енді жан-жағына жемчуг қойғым келіп тұр, сондықтан жемчуг деп іздеп, осындай әдемі жемчугтер қараймыз. Любой жемчугті қоюға болады. Мен астына үстіне жемчуг қойдым. Бұны, принципе, қоймасаңыздар да болады. Осылай келтіріп қойып алдық. Ал былай қарай шығып кеткендері болса, осындай ұстап алып, алдыға қарай, өзіне қарай жылжытасыздар. Сол кезде келеді. Болды, принципе, барлығы нормально. Бірінші бет бізде дайын. Енді бұл бетке текстін жазатын боламыз, және анимация беретін боламыз. Ал енді жазу жазамыз. Текст деген жерге барып, Айзерде 1 жас тұсаукесер деп өзімізге керек шрифттер таңдап аламыз. Бұл менде қазақша шрифттер. Келіп қойыңқыларын алдын ала. Бірінші сабақты көрсеңіздер, сол жерде айтып кеткен тұғымын. Айзере. Түсін өзгертіп аламыз. Пипеткамен гүлдің түсін алсаңыздар болады. Немесе қоянның құлағына барып алып көрсеңіздер болады. Пипеткамен түсін. Негізі барынша түстердің үйлесімділігі болғаны дизайнды қымбат әрі әдемі көрсететін болады. Сондықтан барынша сочетать ететін түстерді алып қолданыңыздар. Сосын дизайнды барынша жақсы, сапалы түрде жасауға тырысыңыздар. Негізі көбіне екі шрифт қолдансаңыздар болады, соның өзі жетеді. Шрифтті біреуін былай жазып, біреуін былай жазып, әртүрлі етудің қажеті жоқ. Олай әдемі көрінбейді. Әрі кетсе 3 шрифт қана қолдануға болады. Міне біз қалдырдық, Айзере 1 жас тұсаукесер деп. Енді осыларға анимация береміз. Өздеріңіз қарайсыздар, анимацияға кіріп, қандай анимация өзіңізге жақын, соны қойып жасай берсеңіздер болады.
мен өзіме керек анимацияларды қойып алдым. Енді мысалға Айзере деген шрифт бірінші шығып бір жас деген, одан кейін шыққан қалсаңыздар, шамалы былай қарай подсолнухты алып тартасыздар, сол кезде бірінен кейін бірі шығатын болады шрифт. Осылай қойып аласыздар. Шамалы қоянды үлкейтіп көріп жатырмын. Бұған да қоянға да анимация береміз. Қоян жоғарыдан көтерілген сияқты қылып анимация беріп жатырмыз. Қазір бір қарап шығайық. Гүлге тоже анимация береміз. Барлығына осылай анимация беріп шығасыздар. Шамалы несін төмендетсеңіздер, сол кезде жаймен әдемі болып көрінетін болады анимацияларыңыз. Бірінші беті осылай болып шықты бізде. Барлығына анимация бердік. Енді бір-бір қарап шығамыз. Барлығы келіп тұрған сияқты осылай қарап келтіріп аламыз. Бірінші бетіміз дайын болғаннан кейін біз екінші бетке көшеміз. Екінші бетті дубликат деп көшіріп алып, одан кейін келіп, ана бірінші беттегі рамканы копия жасап аламыз да, екінші бетке әкеліп түсіреміз. Сол кезде ол рамка екінші бетте де пайда болады. Қазір қараймыз, міне екінші бетте тұр рамка, енді бұны да созамыз. Осылай созып қойып алдық. Негізі екінші бет құрметті ағайын туыс деп жазылатын бет болғандықтан, ол жерге 7-8 минут немесе 9-10 сондай 7 мен 10 арасындағы секундты қойсаңыздар болады. Копия деп бағана гүлді де әкеліп аламыз осы жерге. Фастты басып қоямыз үстіне, және астыңғы жағына біз қоятын боламыз. Кері қарай бұрып алып, келтіріп қоямыз. Екі жағынан шығып тұрғандай етіп. Одан кейін қоянды тоже копировать етіп аламыз да, осы жерге әкеліп қоямыз шағындап. Міне, былай қаратып, қазір қойып аламыз қоянды. Най тұрған жері шамалы ыңғайсыз сияқты. Сондықтан былай қарап бұрып қоямыз. Осы кезде нормально келді. Оны да тоже екінші парақтың уақытымен бірдей уақытқа созып аламыз. Міне, осылай шықты бізде. Осылай бізде екінші бет дайын болды. Енді бұл екінші бетке біз жазуын жазып қоятын боламыз. Мына жерде мен анимацияларын реттестіріп жатырмын. Мына қаптал жағынан шығатын қылып. Және гүлдердің өзінің анимациясы дайын тұр. Енді текстін жазамыз. Құрметті ағайын туыс бауырлар, құда жекжат деп мен жазып алдым қысқаша. Көршілер бәрі жазыла береді. Енді осылай тартамыз. Бұның да шрифтін өзгертуге болады. Қазір қараймыз. Моншақты әкеліп мына жаққа да қосып жатырмын. Барлық жерде болсын деп қазір қоямыз. Қойып алдым. Енді қазір до конца тартып қойдық. Құрметті ағайын туысты тоже. Бәрін осылай рет-ретімен қойып шықтық. Ал енді тексттің анимациясына да келдік. Осылай әр анимацияны қойып көріп қарасаңыздар болады. Ішінде сіздерге более қайсы ұнайды, соны пайдалана бересіздер. Көптеген түрлері бар. Осылай біз таңдап алдық. Енді бұны примерно созып жатырмын, уақытын келтіріп. Қазір бұны тағы да копия жасап алдық та, үшінші бетті дайындап қойдым. Енді қазір қараймыз. Мына жерде гүлді. Барлығын бірге біріктіріп, қазір группировать етіп аламын. Группты басып, одан кейін барып копия жасаймын. Менде ол уже үшінші бетке түседі бірден сразу. Қазір үшінші бетке барамыз. Сол жерге барып, фастты басып қоямыз. Бізде пайда болды. Сол рамка гүлімен бір-бірде отпаймыз. Жаңағыдай группировка жасап аламыз да, сразу барлығын көшіріп аламыз. Енді мына жерге анимацияға келдік. Анимацияны
мауын жап алып тастадық, керек емес бізге анимация деп. Осы жерге сіздерді қызымыз деген сияқты жазамыз. Айзеренің бір жас тұсаукесер тойына арналған ақ дастарханымызға шақырамыз деп. Және Айзере дегенді белгілеп алып, соның түсін өзгертеміз. Шрифтін өзгертуге де болады. Дәл соны белгілеп тұрып. Шрифтін де өзгертіп жатырмыз қазір. Таңдап, ішінен міне өзгерттік. Енді бұның көлемін үлкейтеміз. Осылай белгілеп тұрып үлкейте аласыздар. Бізде осы дайын болды шрифтіміз. Енді қоянды іздеп көреміз қазір. Өзімізге келетін, қоянға шамалы ұқсайтын қояндар болса, қарап көреміз. Қоянды қойғым келген, бірақ оған жазуға келмей қалатын болды. Сондықтан басқа қоян қарап көремін. Міне, типі жоғарысынан қарап тұрған сияқты, осы қоянды осылай қойып қоямыз. Осылай уақытын созамыз 10 секундқа. Және қалған элементтерді де дәл соған келтіріп созып шығамыз. Қойдық. Барлығын келтіріп созып аламыз. Осымен бізде 3-ші бетте примерно дайын болды. Енді тоже дубликат жасап 4-ші бетімізді дайындап аламыз. 4-ші бетке рамка қойғым көп тұрған жоқ, өйткені мекен-жайы адресі барлығы толық көріну үшін тек өзін жазып қойғым келіп тұр. Қазір қоянды да копия жасап алып жатырмын. 4-ші бетке де апарып аламын осы қоянды дәл. Созамын уақытымен. Міне 4-ші бетке де апарып алдық. Қоян қазір маған реттестіріп қойып аламыз. Былай қарай қисайтып. Осылайынан қойып алдық. Енді жазуын жазамыз. Негізі мысалға жаңада қисайтып, түзеулетіп қойып атасыз ғой. Сол кезде 90-ға 0-ге барған кезде ол уже түзеу деген сөз. Менде чөтті қоянды қисайтып қойдым бірге. Өтетін күнін қазір мен белгілеп алам түсін. Міне жазып алдым. Өтетін күнін түсін розовыйға, мекен-жайдың түсін розовыйға деген сияқты өз қалауларыңызбен, фантазияларыңызға сай өзгертіп жасай бересіздер бұны. Дубликат жасап, уже 5-ші бетін дайындап, қуанышымызға ортақ болыңыздар деген сияқты жазатын боламыз. Жаңағы жақтан копия жасап аламыз өтетін күнін. Осы 5-ші бетке әкеліп аламыз. Соны өзгерте салатын боламыз. Анимациясы бәрі дайын тұрады бізде сол кезде. Осылай апарып алдым. Енді сол жерден барып анимациясын қоямыз. Өтетін күні дегенді алып тастап, орнына той иелері осылайынан барлығын жазып шығамыз. Сол кезде бізде әдемі, минималистичный, сүйкімді қоян стиліндегі шақыру шығады. Енді осылай барлығын жазып, барлығын болғаннан кейін қарап шығамыз. Барлығы дұрыс тұрма, тұрмаса барлығын келтіреміз. Осылай келтіріп шығамыз. Анимациясын келтіреміз. Анимация жоқ жерлеріне анимация қойып аламыз. Осылайынан реттестіріп аламыз. Сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақта CapCut'та музыка қоюды және де эффект қосуды үйрететін боламын. Мына жерде Canva'да тоже загрузка бөліміне барып, аудио деген жерден Upload файлсты басып, өздеріңіздің файлдарыңыздағы музыканы қойсаңыздар болады. Бірақ Canva'да көбіне музыка авторский деп қойылмай қалады. Осылай басып сақтап аламыз өзімізге керек шақыруды. Одан кейін оны тарата беруге болады.